Bir жігіт күнде жұмыстан кеш қайтады екен да, енді жұмыстан. Үлгі болу үшін айтып жатырмын. Жұмыстан кеш қайтады екен, һәм жұмыстан шығып болып біздердің бір мынандай жаман әдетіміз бар балалардың. Жоралармен қаңғырып кету деген. Күнде жұмыстан өзі сағат 7-8-де шығып жоралармен қаңғырып кетеді екен, һәм түннің ярым ақшамында сағат 3-4-те үйге келеді екен. Сағат 3-4-ке дейін ана байқұс баласын күте-күте ақыры ұйқылауға мәжбүр болады, һәм баласына записка хат жазып қалдырады екен көпшігінің басына. Балам, аш болған болсаң, ауқатыңды холодильникке қойыппан, ысытып жерсең. Балам, киіміңе үтік басып қойыппан. Балам, азанда қайсы киімің киетінін білмедім, соның үшін 3 шалбарыңа да үтік бастым. Балам, ертең экзаменіңе ядыңда ма, соған ақ көйлегіңе үтік басып қойыппан. Балам, 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 балам деп ана бейшара таңға дейін күтіп ұйқыламай шығады. Бала күнде үйреніп кеткен, қағазды көреді, болды. Барып ауқатын жейді, жатады. Күнде қағаз үйреніп кеткен. Күндердің бірінде және сондай жұмыстан кеш шығып, жораларымен қаңғырып, таңғы сағат 4-те үйіне келсе, қағаз тұрыпты. Ол не қылады? Шаршап келді, міллет. Айланып жүргені міллет. Қағазды ысырып тастап жатып қапты. Азанда таңғы сағат 7-нің уақытында ұлы шауқымнан оянады. Шауқым әкесі тараптан шығып жатқан болады. Балам, тұр, есігіңді аш, балам. Балам, есігіңді аш, анаңнан айырылып қалдық, балам деп жатқан екен. Бала шошынып оянып кетеді. Һәм бірінші болып есіне қағаз түседі. Сол қағазды ашып қараса, балам, түнден нешеде келсең де маған хабар беріп жібер, жүрегім ауырып тұрыпты. Больницаға барып қайтайық деген жазу бар екен. Қараң. Білесіз бе, ол жерде не жатыпты? Жүрегім ауырып тұрыпты, нешеде келсең хабар бер. Мені емлеуханаға апарып қайт. Бұның баршасы қаяқта? Ітібарсыздықта. Мен бұл қапымен ешкім ітібарсызсыз дей жағым еспен. Менің айта жағым тек ата-ананың қадірін біліп, олардың бар уақытында аяқларын сүйіп, аяқларын жуып, сенің ізіңдегі ұрпағың сен не істесең соны көріп өсет дейді ғой. Біздер ата-анамызға қандай мехр мұрвет, ата-анамызға қандай отношениеде болып жатырған болсақ, ертең ізіңдегі бала да саған сондай отношениеде болады. Егер сен ата-анаңа жақсы мінез құлық көрсетпей жатсаң ба, ата-анаңды сыйламай жатсаң ба, балаң сені сыйламайды. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді. Атаңды қайтып ұлығлап, анаңды қайтып ұлығлап қойсаң, балаң сені сөйтіп ұлығлап қояды. Анаңның аяғын күнде жуып отыр, келіншегің анаңа қарап тіл ашылмай қалады. Менің айтайын деп жатырғаным, Ниетбай аға, Ранопа, сондай перзент тәрбиелағансыз. Елдің, халықтың арасында өзінің орны бар. Керек болатын болса үлгі тұтуға болады. Ілхам сөзге шешен жігіт. Ілхам, мына инсан бар екен, сен байсаң.